Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін YouTube арнамызда кезекті видеомыз, кезекті трейдинг саласын үйренуге байланысты өте маңызды сабақтарымыздың бірі. Бұл сабақты егер де бірінші рет көріп отқан болсаңыз, онда мен сізге бұл сабақты көрмес бұрын бұның алдында салынған барлық сабақтарды қарап шығуыңызды ұсынамын. Себебі егер де трейдингті нөлден бастаушы болсаңыз, немесе енді бастап жүрген жан болсаңыз, сіз білмей кеткен базалық білімдердегі тақырыптар болуы мүмкін. Сол себепті менің методикаммен келе жатқан тақырыптарды сіз бір қарап өзіңіздің білмейтін жерлеріңізді, фундаментіңізді, базаңызды қалыптастырғаныңыз жөн болады. Яғни мен бірінші сабақтан бастап трейдингтің не екенін және оның қалай бастаймыз, қалай жасаймыз, ішкі нарық қалай жұмыс жасайды, яғни биржа туралы, биржа деген не, және long short позициялар дегеніміз не, және трейдингтің қандай түрлері бар, және bid ask spread бізде қандай маңыздылық береді, және stop loss take profit деген не, осы тақырыптарды қозғап кеткен болатынмын. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз бізде майшамдар, яғни свечалар туралы айтатын боламыз. Бұл тақырыпта өте маңызды тақырыптың бірі. Келесі сабақтарда біз әлі де қозғау керек тақырыптар өте көп. Сол себепті мен барлығын бір жерге емес, кәдімгідей сіздер алдағы уақытта да бірден түсінбей қалған жерді бірден тауып кете алатындай болу үшін әр тақырыптарды бөліп осылай қысқа видеодан салып жатырмын. Біріншіден, ол қысқа болған кезде сіз көруге мотивацияңыз болады, яғни бірден қысқа сабақтарды бітіріп түсініп қайтадан қайталауға болады. Ал егер де мен барлығын біреуіне сыйдырып 2 сағат 3 сағаттық видео жасасам, оны сіз тіпті аяғына дейін, тіпті бастапқы 5 минуттан ғана көретін бедіңіз, иә. Жалпы осы методикам бойынша ақырындап сабақтарды бұлайынан салып келе жатырмын по очереди, яғни қадам-қадаммен, яғни мен бірден басын біреудің аяғына алып жатқан жоқпын, басынан бастап, нөлден бастап кәдімгі кезек-кезегімен түсіндіріп жатырмын. Яғни әрбір сабақ сізге өте маңызды болып табылады. Сол себепті сабақтарды басынан бастап дұрыстап қарап шыққаныңыз дұрыс болады. Ондайша бастайық бүгінгі тақырыбымызды. Бүгінгі тақырыбымыз майшамдар. Майшамдарды біз не себепті қолданамыз, сол туралы бүгін айтатын боламыз. Мысал ретінде бізде жалпы өткен сабақтарда айтқан болатынмын long short позициялар туралы, жалпы баға енді сіздер көргенде шығарсыздар, біз графикпен жұмыс жасаймыз. Графикпен жұмыс жасаған кезде бізде әртүрлі жаңағы қызылды, жасылды графиктер тұрады, Енді солардың ішінде біздің қолданатынымыз свечалар болып табылады. Свечалар деген не? Дәл қазір сіздерге өте қарапайым тілде түсіндіріп беруге тырысамын. Мысал ретінде алайық. Бізде екі түрлі свеча бар, Біреуі мынандай жасыл свеча, біреуі қызыл свеча болады. Қызыл свеча болады. Енді бұл жердегі жасыл және қызыл нені білдіреді? Жасыл яғни өскен свечаны, өсіп бара жатқан свечаны өсіп бара жатса, то есть оны жасыл свеча болып бізге көрінеді. Ал наоборот, құлап бара жатқан болса, онда қызыл свеча болады. Енді бұл стандарт бойынша. Ал сіз өзіңіз платформада өзіңізге лайықты, өзіңізге ұнайтын түске ауыстырып алсаңыз болады. Ешқандай не жоқ, бірақ та стандарт бойынша жасыл свеча өскенді білдіреді, қызыл свеча түскенді білдіреді. Енді свечалар бізге қандай қызмет атқарады? Енді мысал ретінде алайық, біз белгілі бір неге барайық, базарға алайық, Базарды алайық. Базарға барамыз. Базарға барған кезде бізде мысал ретінде нешеден нешеге дейін жұмыс жасайды базар? Сағат примерно 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін жұмыс жасайды деп алайық, Енді сағат тура 09:00-де не болады? Базар ашылады. Сағат 9-да базар ашылады. Сол кездегі біз картошканың бағасын алайық. Енді сағат 9-да ашыла салған кезде алғаш рет картошканың бағасы 200 теңгеден сатылды дейік. Алғашқы бағасы 200 теңгеден басталды. Енді примерно обедке қарай қатты қызу сауда болды. Қызу сауда болып кетті да картошканың бағасы 250-ге дейін көтерілді дейік. 250-ге дейін көтерілді. Потом кішкене сауда саябырлап, кәдімгідей ақырындап қалған кезде картошканың бағасы кішкене 190 теңгеге дейін түсті дейік. Сонымен тура сағат базар мысалға 17:00-де, яғни сағат 5-те жабылады дейік. Тура сол жабылған моментінде 17:00-де жабылады, Соңғы бағасы 240 теңгеден картошка соңғы бағамен, осы бағамен жабылып сатылды деген мысал алайық.
Демек, мына свеча бізге нені көрсетіп берді? Яғни базар ашылған кездегі картошканың алғашқы бағасы 200 теңгемен ашылды. Қатты қымбаттаған мынау ең жоғарғы бағасы 250 теңгеден сатылды. Және де ең арзан деген, ең төмендеп сатылған бағасы қайсы болды? 190 теңге болды. Тура базар жабылатын кездегі соңғы баға немен жабылды? 240 теңгемен жабылған болатын. Демек, мына свеча бізге нені білдіріп тұр? Бір күндегі біздегі жаңағы картошканың бағасының қозғалысын көрсетіп беріп тұр. Енді бұл жасыл болды. Не себепті? Өйткені ашылған бағадан жоғары жабылатын болса, ол жасыл свеча болады. Енді керісінше қызыл свечаны қарастырып көрейік. Мысал ретінде дәл солай сағат 9-да не басталды дейік. Базар ашылды дейік. Базар ашылған кезде то же самое 200 теңгеден басталды дейік. Мысал ретінде кішкене сауда мысалға жоқ күн деп алайық мысал ретінде, ең қымбат түсте, ең қымбат деген кезде 220 теңгеден сатылды. Қымбат деген кезде, потом уже кешкісін вообще арзандап кетті, адам азайып кетті, сұраныс азайып кетті. Сонымен картошканың бағасы 150-ге дейін сатылды. 150-ге дейін ең арзан бағада сатылып кетті. Потом тура мысал ретінде тура базар жабылатын кезде соңғы 160 теңгемен мысал ретінде сатылды деп алайық. Ол 17.00, 17.00. Демек, мына жерде біз нені көрсетіп беріп тұр? Базар ашылған моменте 200 теңгемен ашылды баға, ең қымбат деген кезде 220 теңгеге сатылды, ең төмен баға деген кезде 150 теңгеге дейін сатылды. Сонымен тура базар жабылатын кезде неше 160 теңгемен жабылған болатын. Демек, мына қызыл свеча бізге нені көрсетіп беріп тұр? Бір күндегі картошканың бағасының қалай қозғалыс берді, соны бізге анықтап беріп тұр. Демек, бұл не үшін қызыл? Себебі ашылған бағадан төмен жабылатын болса, ол қызыл свечаға айналады. Дәл солай бағана ашылған бағадан жоғары болғандықтан ол жасыл болған болатын. Демек, жасыл өскенді білдіріп тұр, қызыл түскенді білдіріп тұр. Енді жалпы свечалардың осы мына несін, мына жерде ашылып мен жабылған осы аралығын біз денесі деп атаймыз. Ал мынау хай бағасы дейміз, яғни ең жоғарғы бағасы, мынау лоу бағасы. Лоу деген хай деген жоғары, лоу деген төмен деген сөз. Лоу деген төмен бағасы, мынау жоғары бағасы. Мынау да дәл солай, мынау хай бағасы, мынау лоу бағасы, мынау не? Мынау свечалардың денесі болып табылады екен. Енді бұл не болды? Бұл бір күндегі қозғалысы болды. Бұл кезде нені білдіреді? Бір күндегі картошканың бағасы осындай қозғалып берді деп бізге свеча анықтап беріп тұр. Осы нәрсені тарихын енді қызықтып оқып көрсеңіздер болады. Әрине бұл міндетті емес, бірақ та жаңа кезінде жапондар осы күріштің мөлшерін өлшеу үшін осы свечаларды қолданған екен. Сол себепті де японский свечи, яғни жапондық майшамдар деген атауы осыдан қалған деп айтады. Өздеріңізге қызық болса бір оқып көрсеңіздер болады. Сонымен біз осындай японский свечи, яғни майшамдарды, свечаларды осылай қолданады екенбіз. Енді мысал ретінде алайық. Осы свечаларды біз шынайы графиктен қарап көрсек болады. Мысал ретінде, келесі сабақта мен таймфрейм деген не екенін түсіндіріп өтем. Пока что мына жерде бір күн деген қоям, себебі бағана мына жердегі бір свечамыз бізде нені көрсетіп тұрады? Бір свечамыз бір күндегі картошканың бағасының қозғалысын қозғалысын көрсетіп беріп тұр. Сол себепті мынаны бір күндік свеча, картошканың бір күндік свечасы деп айтуға болады бағасының. Енді мысал ретінде бір күнге қойдым. Мысалға бүгін қандай күн? Бүгін 31 август 2024 жыл. Енді мына кешегі, бүгін 31 болса, мынау кеше 30 болды. Міне астында не тұр? Астында 30 август деп тұр, кешегі қозғалысты көрсетіп тұр. Айтпақшы, мына дәл ашып отқан графикті мен сіздерге толығырақ келесі сабақта
келесі сабақта таймфреймдер жайлы айтпас бұрын осы Trading View деген біз платформамыз бар, анализ жасауға қолданған, сол туралы бөлек сабақ шығаратын боламын келесі сабақта. Пока что сіздер бірінші кезекте майшамдарды үйреніп алуыңыз керек, яғни бірінші майшам дос сабақты үйреніп алыңыз, келесі сабақта сразу осы Trading View платформасымен қалай жұмыс жасау керек, қалай тіркелу керек, қалай жаңағы анализ жасау керек, соған байланысты осы платформаны бір таныстырып бөлек сабақ түсіндірем, одан кейін таймфреймдер жайлы түсіндірем, одан кейін ары қарай инструменттермен кете береді. Яғни айтатын нәрсе өте көп, болса аз уақыттан бөліп сіздерге осылай тезірек түсіндіріп беруге тырысып жатырмын. Енді қараңыз, мынау астында міне 30 август деген не шығып тұр, 30 август 2024 жыл. Мынау кешегі, мынау бізде дәл қазір голд деп тұр, яғни голд алтынның қозғалысы болып табылады. Енді кешегі күніне алтын қалай қозғалды, соған бір мән беріп өтсек болады. Мысал ретінде мен мынандай бір не сызып қояйын. Мысалға, кеше мынау қызыл свеча демек не ашылған бағасы қайсысы, мына үстінен басталады, Демек кеше алтынның бағасы міне оң жақта бізде алтынның бағасы көрсетіліп тұр. Яғни кеше 2521 деген бағадан ашылған екен. Потом ең потолок деген кезде қай жерге барған екен? Мына жерге. Ең ұшын апардым, 2526-да 81 дейді. Шамамен осы бағаларға барған екен. Потом ең құлап кетті деген, ең төменгі бағада деген кезде қай жерге бардым? Мінекей мына жерге сызып қоям. Ең төмен деген кезде 2494-ге дейін барған екен. Тура биржа жабылатын кезде нешемен жабылған, неке өзі көрсетіп білді, 2502-де 32 деген бағамен жабылған екен. Демек, мына бір свеча уже кешегі бүгін 31 август болса, мынау кешегі 30 августтегі алтынның бір күндік қозғалысын көрсетіп беріп тұр екен. Яғни свеча деген бізге, яғни осы уақытқа дейін астындағы даталар қарасаңыздар, әрбір күндегі нені көрсетіп беріп тұр. Яғни қандай инструмент аласыз, алтын аласыз ба әлде, акцияны аласыз ба әлде, валюталарды аласыз ба, кез келген инструментте бірдей, яғни барлығы осы свечалар арқылы жаңағы алтынның немесе басқа инструменттердің қозғалысы қандай, соларды бізге анықтап беру үшін көмектеседі екен. Мысалға, мынау 30 август болса, міне 29 августте мынандай қозғалыс болған деген сияқты барлығын бізге көрсетіп беріп тұр. Ал енді бір күннің ішінде бізде әртүрлі, мысалға бір күннің ішінде 24 сағат бар деген сияқты, соның ішінде міне бізде әртүрлі таймфреймде бар, оны келесі сабақтарда айтып өтем. Пока свеча деген не нәрсе екенін, осы екенін түсініп алсаңыздар болады. Енді бізде свечаларға байланысты тағы да білу керек бір қарапайым анализ бар, оны да келесі сабақтарда айтып өтем. Бүгінгі осы сабақта аяқтайық, ұзаққа созбай. Жалпы свеча деген нәрсе осы бізге бағаның қозғалысын көрсетіп беру үшін көмектесетін құрал.